Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай құрамына анар қосылып жасалатын өте дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін салатты жинайтын ыдыстарымызды дайындаймыз. Мен осындай тарелканы және кондитерлік кольцоны пайдаланамын. Кондитерлік кольцоның ішіне ең алдын ала пісіп, үкіштен өткізілген картопымызды салып шығамын. Содан соң осылай барлығын біркелкі етіп ішінде орналастырып, қолымызбен сәл кішкене үстінен басып шығамыз. Майонез жағамыз. Майонезді мен осылай торкөз ретінде жағамын. Дәміне қарай тұз себеміз. Екінші қабатқа піскен жұмыртқаны үкіштен өткізіп, оны да біркелкі етіп орналастырамын. Барлық осы салатқа қажетті ингредиенттерді мен алдын ала пісіріп, жұмыс жасау ыңғайлы болу үшін үкіштен өткізіп дайындап алдым. Енді осыған да майонезімізді жағып, кейін тағы да дәміне қарай тұзын саламыз. Келесі қабатта піскен сәбіз, оны да бірдей етіп орналастырамыз. Салатқа қажетті заттар мен олардың мөлшерін видео соңында описание бөліміне қалдырамын. Қалауларыңызша салатқа қосатын заттарды көбейтіп немесе азайтсаңыздар болады. Сәбізді орналастырғаннан кейін тағы да майонез жағамыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Піскен тауықты ұсақтап турап салатқа қосамыз. Бұл салатқа тауық етін тұзды суда пісіріп, немесе тауықтың қақталған, немесе қуырылған түрлерін өздеріңіздің қалауларыңызша дәміне қарай қоссаңыздар болады. Тағы да майонез жағамыз. Тауық еті тұздалғандықтан бұл жерде мен тұзды қолданбаймын. Бірден майонезді жағып, содан соң үкіштен өткізілген қызылшаны орналастырамын. Достар, мен осы каналымда апта сайын тұрақты түрде жаңа сенімді видео рецепттермен бөлісемін. Оларды жіберіп алмау үшін және бірінші болып көру үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта бұйыртса көптеген жаңа рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Қызылшаны орналастырып болғаннан кейін тағы да майонезді жағамыз. Дәміне қарай тұз саламын және осы майонездің үстінен қасықпенен барлығын біркелкі етіп жағып шығамын. Салаттың соңғы қабаты етіп анарды орналастырамыз. Алдыменен оны тазалап, дәнектерінен бөліп аламыз. Содан соң осылай салатымыздың үстіне саламыз. Барлығын біркелкі етіп салаттың бетінде жайғастырамыз. Жан-жаққа шашырап кетпеу үшін осылай қолымызбен сәл кішкене басып шығамыз. Салат кондитерлік кольцодан оңай алынып, жан-жаққа шашырап қалмау үшін алдымен осылай шеттерін пышақпенен жүріп шығамыз. Содан соң кондитерлік кольцоны кішкене ашып, осылай айналдыра отыра оны жоғарыға ақырындап көтереміз. Сол кезде біздің салатымыз шашылмайтын болады. Осылайша біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.